Әңгімеге лайк басып, комментарий бөлімінде пікіріңді қалдырып, подписация батырмасын басуды ұмытпа. Спирттелген мақтамен сүртіп тазаладым да, иненің ұшын қырынан ұстап, тамырды көздеп тұрып, тез ұрып жіберіп едім, қан бұрқ ете шықты. Ақырындап сора тартып, шприцті толтырдым да дәрігерге қарадым. Және бір шприц алыңыз, деді ол, деп терең дем алып, маған ризашылықпен қарап. Инені жылжытпай ұстап тұрып, шприцті ажыратып алып, екінші шприцті жалғадым. Екінші білегінен де осылай етіп қан алдық. 15 минут шамасында. Кризис өтті. Енді жайлап, лазеретке алып жүріңіздер, деп тапсырды дәрігер. Сосын, сіз дәрігерсіз бе? Деп сұрады дәрігер, ауырған кісіні кушеткаға жатқызып болғаннан кейін. Жоқ, мал дәрігермін, дедім. Рахмет сізге. Былайша айтсақ, сіз бұл адамның аман қалуына себепші болдыңыз. Тағы 2-3 минут қан алмағанымызда жүрегі тоқтап қалуы, яғни жарылып кетуі мүмкін еді. Қан алуды жақсы үйренген екенсіз. 65 000 қойдан жылына 2 рет қан алу кімге де болса жақсы тәжірибе болар еді. 65 000 дейсіз бе? Иә, шаруашылықты бруцеллезден тазалағанбыз. Рахмет, дегенмен батылдығыңызда бар сияқты, деп дәрігер ризашылығын білдірді. Түстен кейін біреу есікті қақты. Қаладан жаңа келген бетім еді. Есікті ашсам, бағанағы дәрігер, қасында әдемі киінген, жас шамасы 30-дан асып қалған бір орыс жігіті тұр. Осы жігіт, деді дәрігер мені әлгі кісіге көрсетіп. Ал, сәлем, деп амандасып, өзін Сергей деп таныстырды келген кісі. Бағанағы мен қан алған кісінің үлкен баласы екен. Әкесін үлкен емханаға жатқызып келіпті. Сізге рахметімді айтайын деп келдім. Мына кісі бар жағдайды айтты. Отбасымыздың атынан сізге үлкен рахмет, деді Сергей қолымды қысып. Әйелін, 2 баласын ертіп келген екен. Жасап келген дастархандары бар. Мен қажеті жоқ, істеген әрекетім түкке тұрмайды. Бұлайша ризамын десем, қояр да қоймай столға дастархан жасады. Шәй іше отырып жақын таныстық. Сол Одесса қаласындағы Филатов атындағы көз аурулар емханасында бөлім меңгерушісі екен. Әйелі де, өзі де ақ көңіл, ашық мінезді кісілер екен, сөздерінен сезіліп тұр. Біздің корпустың дәрігері екеуі бірге оқыған достар болып шықты. Ертеңіне Сергей және келді. Үйден бір дәм татқызайық деп, әйеліміз екеуміз ойласып, тамақ әзірлеп жатырмыз деп тұр. Ой, Сергей Иванович, ыңғайсыз болды ғой бұл өзі. Арзымайтын нәрсеге мені сонша құрметтегеніңіз артықша сияқты. Сен, бауырым, олай деме. Шал өліп кетуі мүмкін сәтте ойланып тұрмай көмекке келгенің үшін бізден қандай құрмет болса да жарасымды емес пе? Айтпақшы, ол кісінің жағдайы қалай? Жақсы, рахмет, өзін жақсы сезініп жатыр. Қан қысымы біршама төмендеді. Дегенмен әлі жоғары, біраз жататын сияқты. Сергей өтінген соң шифонерде тұрған кішкене қол чемоданымды ашып, адресін жазып алуға қағаз іздестіріп жатып, баяғы Ташкенттегі Гүлжамалдың тексеруден өткен қағаздары шықты. Қай уақытта салғаным есімде жоқ. Осы чемоданның астыңғы жағына салған екенмін. Қуанып кеттім. Құдай өзі ептеген шығар. Сергей көз дәрігері бөлімінде бөлім меңгерушісімін деген жоқ па? Мүмкін операция жасауға бұлардың күші жетер деп ойлап, қағаздарды Сергейге көрсетіп, Гүлжамалдың жағдайын қысқаша айтып бердім. Ол қағаздарды мұқият қарап шықты да, мұндай операция жасауға толық мүмкіндік бар. Бұрын жасалмайтын еді, кейінгі 2 жылда шетелдік құрал жабдықтар алынып, біздің дәрігерлер бірнеше рет жасаған болатын. Осыдан 2 жыл бұрын. Әзір бұл күрделі деп есептелгенмен жасалып жүрген операция, деді. Менің қуанғанымнан жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Операция сәтті шығады деп кепілдік бере аласыз ба? Кепілдік бере аламын. 2-3 жылда 300-дей адамға жасалды. Барлығы да сәтті шықты. Бәрекелді, дедім мен Сергейдің қолын 2 қолымен қыса ұстап. Сергей Иванович, жәрдем берсеңіз, көкетайым, мен ол қызы алып келуге әрекет жасаймын. Не қаласаңыз да беруге дайынмын. Ештеңенің қажеті жоқ. Мына қағаздарды жоғалтпай алып кел. Облыстық клиникадан бағыттама қағаз ал. Тура сіздің емханаға ма? Иә, мен әзір толық адресін жазып беремін. Келіп жайғасқан соң менімен хабарласасың ғой, деп ол кісі мен берген қағазға адрестерін жазды. Өзінің аты жөнін, үй жұмысының телефонын толық көрсетті. Бұл қыз кімің еді, деді Сергей. Қалыңдығым,
деген сөздің аузымнан қалай шығып кеткенін білмей қалдым. Үйіне баруға қарсы болып, қызды ертіп келетінімді айтып, қалған 4-5 күнге қарамай дәрігерлермен келісіп, құжаттарыма қол қойдырып алдым да, сол күні кешкі 6-да ұшатын самолетке отырдым. Ауылға келе сала Гүлжамалды іздеп тауып алдым. Ол мені көріп арсалаңдай қуанып амандасты. Уколдарын салдырып жүр екен. Келіп қалдыңыз ба деп қуанып тұрды да, кенет реңі пәсейіп көңілсіз күйге түсіп томсырай қалды. Не болды, неге көңілсізсің деп сұрадым, Одессадан әкелген әдемі орамалды беріп жатып. Ой аға, рахмет, бұл өңірде мұндай орамал жоқ, қыздардың көзін бір қыздырайын деп ол қайтадан көңілденді. Мен оған асығыс үсігіс Сергей Ивановичпен танысқанымды, ол қағаздарды көріп операция жасаймыз дегенін айтып жатырмын. Ол қуанғанынан орнынан қарғып тұрып, менің мойнымнан құшақтап бетімнен сүйіп алды. Кейін жылап жіберді. Қой, жылама, өзім алып барамын. Әп сәтте алып тастаса, 5-6 күнде жазылып қайтасың. Одан кейін жігіттерді шертіп жүріп тұрмысқа шығасың. Ол маған жалт қарады. Әттең көзілдіріктің ар жағынан көзінде не сыр бар екенін ұға алмадым. Ол неліктен көңілінде реніш барын, неге алаңдаулы екенін талап сұрадым. Үйде ұрыс жанжал көбейін кереді, деді ол біраз ойланып үнсіз тұрған соң. Сол баяғы апамыздың өлеңі. Шәкен ағам біресе көніп қалады апамның айтқанына, біресе жоқ, уколын бітірсін, содан соң көреміз дейді. Апамыздың ағасы 2 рет келіп кетті. Апаға тездетіңіздер деген болуы керек. Кейінгі келгенінен кейін апам мүлде ашуланшақ болып алды. Болмаған нәрсеге ашу шақырады. Батыл әрекетке баруға Шәкен ағамнан аяқтарын тартып жүрген тәрізді. Ол кісі үндемегенмен бір ашуланса басылуы қиын, мінезі өте қатал адам. Маған онша қатты келмейді, аяйды ма білмеймін.